Саламатсыздар ма, оқырман қауым, микробиология кафедрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы иммунитет, иммунитет түрлері, антиген, антиденелер, иммунобиологиялық препараттар, иммунопрофилактика және иммунодиагностикаға тоқталып кетеміз. Иммунитет дегеніміз ішкі ортаның тұрақтылығын сақтауға және адам организмін жұқпалы агенттерден және басқа генетикалық жат антиденелерден қорғауға бағытталған биологиялық үрдістердің жинағын иммунитет деп атаймыз. Иммунитеттің негізгі қызметі оны өзгені бөгдеден ажырата білу. Иммунитет типтеріне келетін болсақ, ол инфекциялық, қатерлі ісікке қарсы иммунитет және трансплацентарлық болып бөлінеді. Иммунитеттің түрлеріне тоқтала кетейік. Иммунитеттің түрлері туа біткен және жүре пайда болған иммунитет түрлері болады. Туа пайда болған иммунитет ол тұқым қуалайтын түрлік иммунитет болып саналады. Туа пайда болған иммунитет құрсақтағы балаға анасы арқылы, плацента арқылы беріледі. Плацента арқылы негізгі иммуноглобулиндердің ішіндегі иммуноглобулин G құрсақтағы балаға анасынан беріле алады. Жүре пайда болған иммунитет. Жүре пайда болған иммунитет табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Табиғидің өзі белсенді және енжар. Белсендіге тоқтайтын болсақ, белсенді табиғи иммунитет, мысалы адам кейбір аурулармен ауырып тұрғаннан соң, мысалы қызылша, паротит ауруларынан кейін адам ағзасында тұрақты, табиғи, белсенді, активті иммунитет қалыптасады. Себебі ол аурумен адам қайта ауырмайды. Табиғи енжар иммунитетке келетін болсақ, кейбір аурулардан кейін, мысалы тұмау, мерез, сол сияқты аурулардан кейін адам ағзасында 5-6 айға дейін ғана иммунитет сақталады. Оны табиғи енжар иммунитет деп атаймыз. Жасанды иммунитетке келетін болсақ, жасанды иммунитет адам ағзасына түрлі иммунологиялық препараттар енгізгеннен соң пайда болады. Жасанды белсенді иммунитет ол вакциналардан соң пайда болады, ал жасанды енжар иммунитетке келетін болсақ, ол түрлі сарысулармен иммундық және иммуноглобулиндер енгізгеннен соң пайда болады. Бұлардың барлығы стерилді және стерилді емес болып жіктеледі. Антигендерге тоқталайық. Антигендер ол адам ағзасына түскен бөгде зат. Бөгде зат болғанда адам ағзасына түскен уақытта спецификалық иммундық реакция тудыруға қабілетті бөгде зат болып табылады. Ол антигендердің өздеріне тән қасиеттері болады. Бірінші, олар табиғаты бөгде зат. Антигенділік қасиетке арнайлық, иммуногендік және табиғаты міндетті түрде ақуыз болу керек. Мысалы, адам ағзасына түсетін бөгде заттардың түрлері өте көп. Мысалы, балдар кішкентай түйме жұтып қойса, моншақ жұтып қойса, ол да бөгде зат болады. Бірақ ол антигендік қасиетке еш ие бола алмайды. Себебі олардың табиғаты ақуыз емес. Оған қарсы адам ағзасында антидене түзілмейді, оған қарсы иммунитет пайда болмайды. Сондықтан антиген болу үшін міндетті түрде оның табиғаты ақуыз және адам организміне түскенде түрлі иммунологиялық реакция түзуге қабілетті болу керек. Антигендердің түрлеріне келетін болсақ, толық антигендер ол антидене түсуге және олармен арнайы байланысқа түсуге қабілетті антигендер болады және гаптендер болады. Гаптендер антидене түсуге және олармен арнайы байланысқа түсуге қабілеті болмайды. Антигеннің құрылымына келейік. Ол екі компоненттен тұрады. Бірінші ақуыз және ақуыз бетінде орналасқан амин қышқылдарынан тұрады. Антигендердің түрлеріне тоқтап кетейік. Олардың әсер етуіне байланысты, қай кезде түзілуіне байланысты гетероантигендер, изоантигендер, ісікке қарсы антигендер, вирусқа қарсы антиген және ХЛ антигендері болып бөлінеді. Ал бактерияның орналасу жеріне байланысты олар соматикалық О антиген, сома денесінде болатын, капсулалық К антиген және талшықтық H антиген болып бөлінеді. Антиденелерге келейік. Антиденелер ол антигенге қарсы адам организмінде түзілетін гамма-глобулиндер болады.
антидене қай уақытта түзіледі? Бірінші, антиген ағзаға түскен уақытта антигенге қарсы бірінші антидене түзіледі. Иммундық фагоцитоз реакциясы пайда болады. Және жедел емес иммундық аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Антиген түскеннен соң адам ауырып тұрғаннан кейін иммунологиялық жады пайда болуы мүмкін, память, және иммундық толеранттылық пайда болуы мүмкін. Антиденелер бұл антиген әсерінен түзілетін спецификалық иммуноглобулиндер дедік. Сондықтан антиген мен антидене әр антигенге қарсы спецификалық өзіне сай келетін антиденелер түзіледі. Антиген мен антиген ағзаға түскен уақытта ол құлыпқа кілт сәйкес келгендей бір-біріне сәйкес келеді. Бұл бір. Екінші, антиденелердің барлығы ол иммуноглобулиндер болып саналады. Адам ағзасында инфекцияға қарсы 5 сынып, 5 класс иммуноглобулиндер түзіледі. Олардың ішіндегі ең үлкен тобы ол плацента арқылы өтеді, және адам ағзасында ең ұзақ сақталатын бұл иммуноглобулин G болып табылады. Иммуноглобулин D бұл әлі толығымен зерттелген иммуноглобулиндер тобына жатпайды. Бұл көбінесе қатерлі ісік кезінде түзіледі деген тұжырым бар. Иммуноглобулин E. Иммуноглобулин E бұл аллергиялық реакция кезінде адам ағзасында түзіледі. Иммуноглобулин А бұл секреторлық және плазмалық болып бөлінеді. Иммуноглобулин А секреторлық көбінесе жергілікті иммунитетті қалыптастырады. Мысалы, ауыз сілекейдің құрамында болады, көз жасында болады. Ол жергілікті иммунитетті қамтамасыз етеді. Иммуноглобулин М классына келетін болсақ, бұл М классы бұл инфекциялық үрдістің жедел сатысында түзілетін иммуноглобулин болып табылады. Антиденелердің жіктелуіне келейік. Бірінші, толық антиденелер 2 одан да көп белсенді орталығы болады. Толық емес антиденелер бір активті орталығы болады. Табиғи антиденелер олар дені сау адамның ағзасында кездесетін антиденелер болып табылады. Қандай объектілерге қарсы әсер етуіне байланысты антитоксиндік антиденелер, антивирустық және антибактериалдық антиденелер болып жіктеледі. Серологиялық реакцияға қатысуына байланысты агглютининдер, преципитиндер, комплемент байланыстырушы болып антиденелер жіктеледі. Антидененің құрылымына келетін болсақ, бұл негізінен 2 жіпшеден тұрады. Ауыр жіпшеден және жеңіл жіпшеден. Бұл 2 жіпше бір-бірімен дисульфиттік байланыспен байланысады. Антиденелердің вариабельді рецепторлық аумағы болады. Осы аумақ арқылы ол спецификалық өзіне сай келетін антигендерді тауып, соны жоюға қабілетті болып келеді. Мына суретте антиген мен антидене бір-біріне қалай сәйкес келіп, кешен түзген көрінісін көруімізге болады. Антидене түзілу динамикасына келетін болсақ, адам ағзасына бөгде зат, яғни антиген түскен уақытта бірінші жергілікті иммунитет ретінде иммуноглобулин А түзіледі, секреторлық. Инфекциялық үрдістің жедел сатысында алғашқы 1-7 күн аралығында, 1-5-7 күн аралығында иммуноглобулин М түзіледі. 5-7 күннен соң 76 күнге дейінгі аралықта адам ағзасында иммуноглобулин G түзіледі. Мына кестеде біріншілік және екіншілік иммундық жауаптың графикалық кескінін көруімізге болады. Иммунопрофилактика. Иммунопрофилактика дегеніміз адам ағзасына түрлі иммундық препараттар енгізу арқылы ағзадағы жасанды иммунитетті дамытуға арналған алдын алу шаралары болып табылады. Иммундық профилактика үшін қолданылатын препараттар антигендік препараттар және антиденелік препараттар болып бөлінеді. Антигендік препараттар оларды енгізген кезде жасанды белсенді иммунитет қалыптасады. Оларға мысал ретінде вакцина, анатоксиндер,
аллергендер, диагностикумдарды жатқызуымызға болады. Антиденелік препараттарға келетін болсақ, олардың көмегімен жасанды енжар иммунитет қалыптастыруымызға болады. Олар иммундық сарысулар мен иммуноглобулиндер болып табылады. Вакциналар. Вакциналар бұл адам ағзасына енгізген уақытта белсенді жасанды иммунитет қалыптастыруға қалыпты препараттар болып салынады. Бұлар вакцина енгізген уақытта адам ағзасында жүрегі пайда болған жасанды иммунитет пайда болады. Ол баяу дамиды, 1-2 айдың ішінде дамиды. Қалыптасқан иммунитет бірнеше жылдарға дейін адам ағзасында сақталуы мүмкін. Сирек жағдайда вакциналарды емдік қасиеті үшін қолдануымызға болады. Вакциналардың құрылымына келетін болсақ, олар құрамында антигендер болады, консерванттар, стабилизаторлар және активаторлар ретінде адъюванттар қолданылады. Бұл антигеннің құрамы, вакцинаның құрамы. Кешіріңіздер. Вакциналардың құрамына кіретін антигендерге байланысты вакциналар негізгі 5 топқа бөлінеді. Бірінші, тірі вакциналар, өлі вакциналар, анатоксиндер, химиялық вакциналар және жасанды вакциналар. Тірі вакциналар дегеніміз тірі атонуацияланған вакциналар. Оларды біз жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының әлсіреген штамдарынан аламыз. Дивергентті вакциналар антиген құрамына қара ауру қоздыратын нағыз бактерияларға ұқсас штамдардан алынады. Бұларға мысалы шешекке қарсы енгізілетін вакцинаны айтуымызға болады. Келесі, векторлық рекомбинантты вакцина. Ол гендік инженериялық әдіспен алынатын вакциналарды айтуымызға болады. Ол үшін мысалы гепатит Б-ға қарсы қазіргі таңда қолданатын вакцинаны алуымызға болады. Ол жерде мысалы гепатит вирусының HBS антигенін алып, біз саңырауқұлақтардың құрамына енгізіп, сол арқылы гендік инженерлі жолмен вакцина векторлық рекомбинантты вакцинаны алуымызға болады. Қазіргі таңда мына COVID-19-ға қарсы Ресей елінде шығарылып жатқан вакцинада осындай жолмен алынған вакциналарға жатқызуымызға болады. Себебі бұл жерде COVID тұмауының 2 антигені болатын болса, бұл вакцина 2 этаптық. Бірінші антигенін алып, аденовирустың құрамына енгізу арқылы бірінші антигенін, бірнеше уақыттан соң екінші антигенін алып, тағы да осы аденовирустың құрамына енгізу арқылы екінші этаптық вакцина осы гендік инженерлік жолмен алынған вакциналарға жатады. Өлтірілген вакциналар. Өлтірілген вакциналарға келетін болсақ, ол физиологиялық ерітіндідегі микроб қоспасы. Оны алу үшін түрлі жолдармен вирулентті штамды аламыз, бөліп алып таза дақылын, оларды жоғарғы температурада, немесе түрлі химиялық заттар, спирт, формалин, ацетонда, немесе ультракүлгін сәулелермен олардың токсигенділігін жойып, иммуногендік қасиетін қалдыру арқылы жасалынатын вакциналар. Олар бүтін жасушадан алынатын вакциналар. Бактерияларға қарсы бүтін жасушалық, вирустарға қарсы бүтін вириондық вакциналар жасалынады. Химиялық вакциналар, ол микробтарға әртүрлі әселдер салдарымен, мысалы, көбінесе ферменттердің салдарымен белсенді антигенін қалдырып, оның уыттылығын жойып, антигендік қасиетін қалдыру арқылы жасалынатын вакциналарды жатқызамыз. Оларға 3 сүзекке қарсы, мысалы, вакциналар тұмауға қарсы, менингококктық вакциналарды жатқызуымызға болады. Анатоксиндерге келетін болсақ, аналогичны деген сөз, токсиндермен. Бұл анатоксиндерді біз өте уыттылығы жоғары экзотоксиндердің уыттылық қасиетін жою арқылы, мысалы, қай бактерия қатты күшті экзотоксин бөледі, мысалы, стафилококк, сіреспе, күл ауруларына қарсы осылардың экзотоксиндерін бөліп алып, экзотоксиндерін 2-3 апта бойы жоғарғы температурада және формалинмен өңдеу арқылы олардың токсигенділік қасиетін жою арқылы алынатын препараттар. Бұлар вакцина құрамына кіреді, жасанды иммунитет қалыптастыру үшін қолданылатын препараттар.
Жасанды вакциналар. Жасанды вакциналар синтетикалық немесе жартылай синтетикалық вакциналар. Химиялық жолмен алынатын иммуногендер. Оларды енгізген кезде айқын иммунитет пайда болады. Олар қауіпсіз, сақтауға тиімді препараттар болып келеді. Олардың негізгі компоненттеріне келетін болсақ, антиген немесе оның детерминантты молекула күйінде, оған полимерлі жоғарғы молекулалы тасымалдағыштар қосамыз, адюванттар қосу арқылы осы препараттарды аламыз. Қазіргі таңда бізге осындай синтетикалық немесе жартылай синтетикалық жолмен алған вакциналар өте тиімді болып келеді. Ассоциацияланған вакцина. Ассоциацияланған вакциналар немесе поливакцина. Аты айтып тұрғандай, бірнеше ауруға қарсы қоздырғыштардың антигендерінен алынатын вакцинаны ассоциацияланған вакцина дейміз. Бұл ассоциацияланған вакциналарды алған уақытта, мысалы, бұған АКДС вакцинасын жасауымызға болады. Бұл жерде күл, сіреспе, көкжөтел осы 3 ауруға қарсы антидене түзуге, яғни иммунитет түзуге қолданылатын препарат. Бұлардың ішінде сіреспенің және күлдің анатоксиндері көкжөтелдің таза жасушасынан алынатын вакцина. Бұл ассоциацияланған вакцина жасаған уақытта бұл қоздырғыштардың анатоксиндері немесе таза дақылдары бір-бірінің әсеріне төмендетпейтін уақытта ғана біз ассоциацияланған вакцина ала аламыз. Иммундық препараттардың ішінде келесі тобы бізде иммундық сарысулар. Иммундық сарысулардың өзі иммундық биологиялық сарысулар иммуноглобулиндер болады. Иммуноглобулиндер алыну жолына байланысты гетерологиялық иммуноглобулиндер и гомологиялық сарысулар болады. Гетерологиялық, өзі айтып тұрғанда, гетера бөгде заттан алынатын иммундық сарысулар. Бұл гетерологиялық сарысуларды алу үшін біз жануарларды гипериммунизация жасау арқылы солардың қан сарысуынан дайындаймыз. Гетерологиялық сарысуларды алу үшін біз көбінесе гипериммунизацияға жылқыларды немесе ор қояндарды қолданамыз. Сол жануарларға осы қоздырғыштың минималды дозасын енгізе отырып, солардың қан сарысуынан осы гетерологиялық сарысуларды аламыз. Гомологиялық сарысуларға келетін болсақ, ол гомологичный, ол адам белгілі бір аурумен ауырып тұрған науқастардың қан сарысуынан алынатын препараттарды, сарысуларды біз гомологиялық препараттар дейміз. Қазіргі таңда бізде осы ковидке қарсы ауырып тұрған науқастардың қан сарысуын емдік мақсатта, алдын алу мақсатта қолданамыз деген көп диспуттар болып жатыр. Сол кезде осы гомологиялық, именно осы сарысулар ауырып тұрған адамның қан сарысуында пайда болатын белгілі бір ауруға қарсы түзілген антиденелер. Иммуномодуляторлар келесі топтарлы. Иммуномодуляторларға келетін болсақ, ол әсер ету механизм бойынша 2 топқа бөлінеді негізгі. Иммуностимуляторлар және иммунодепрессанттар болады. Әсер ету механизм бойынша ол Т жүйеге, В жүйеге, моноклеарлы фагоциттерге әсер ететін болып бірнеше топқа бөлінеді. Диагностикалық иммунобиологиялық препараттар, аты айтып тұрғанда диагностикалық, яғни бұл сарысуларды біз серологиялық, яғни иммунологиялық реакцияларды қою үшін қолданамыз. Серологиялық реакция дегеніміз не ол? Ол науқастың қан сарысуын қолдана отырып, сол сарысудың ішіндегі қоздырғышқа қарсы түзілген антиденені немесе қоздырғыштың антигенін анықтауға бағытталған реакцияларды серологиялық реакциялар және серодиагностика деп қолдана аламыз. Бұл серологиялық реакциялардың өзі 2 компоненттік және көп компоненттік болып 2 негізгі топқа бөлінеді. Мына кестеде берілген. Сіздерге қазір осы иммунологиялық реакциялардың біз бүгінгі тақырыпқа сәйкес агглютинациялық, преципитациялық және комплемент байланыстыру реакцияларға тоқтап кеткім келеді. Бірінші, болжам агглютинациялық реакциясы. Болжам агглютинациялық реакциясы бұл иммунологиялық серодиагностикаға жетады. Болжам агглютинациясын жасау үшін науқастан таза дақыл бөліп аламыз. Осы таза дақылды белгілі агглютинациялық спецификалық сарысуды қолдана отырып, осы
антигенді анықтауға бағытталған реакция. Реакция зат әнекшесінде қойылады. Бұл реакция оң болған уақытта бір-бірімен жабысып, антиген мен антидене физиологиялық ерітінді электролиттердің көмегімен бір-біріне жабысу арқылы, түрлі тұнба түзу арқылы реакцияның оң және теріс екенін көруімізге болады. Жайылмалы агглютинация реакциясы. Жайылмалы агглютинация реакциясы бұл серологиялық реакцияға жатады. Бұл реакцияны қою үшін науқастың қан сарысуын аламыз. Қан сарысуына белгілі бір диагностикумды қолдана отырып, осы науқастың қан сарысуында іздеп отырған ауруымыздың антиденесі бар, жоғын анықтауға бағытталған реакция. Бұл реакция пробиркада қойылады, 7 пробиркада, екеуі бақылау, біреу бақылау сарысу, екінші бақылау антиген болады. Осы реакция оң болатын болса, пробиркада тұнба антигенмен сәйкес келген антидиагностикумның ішіндегі антидене бір-біріне байланысу арқылы тұнба түзеді. Келесі реакциямыз преципитациялық реакция. Преципитациялық реакцияның екі түрін қарастырамыз. Бірінші сақиналық преципитация реакциясы, екінші гелдегі немесе агардағы преципитация реакциясы. Сақиналы преципитация реакциясын қолдану үшін бізге арнайы преципитациялық түтікше керек, спецификалық сарысу керек. Сарысуға біз антиген таза дақылды енгізу арқылы, немесе бұл көбінесе асколи реакция есебінде күйдіргі қоздырғышын анықтауға бағытталған реакция. Бұл кезде ауруға күмән жануардың жүнін немесе терісін алып, соны қайнату арқылы преципитиноген дайындап, соны пробиркадағы спецификалық преципитатқа үстінен енгізу арқылы жасаймыз. Преципитация дегеннің өзі тұнбаға түсу дегенді білдіреді. Антиген мен антидене бір-біріне сәйкес келсе, бірінің үстіне бірі қабаттасып, сол преципитацияға түсіп, сонда преципитат түседі. Гелдегі преципитация реакциясына келетін болсақ, бұның ішінде аухтерлони реакциясына тоқтап кеткім келеді. Аухтерлони реакциясы күл қоздырғышының токсигенділігін анықтауға бағытталады. Бұл арнайы агар, сарысулы агарды қолданамыз. Преципитациялық бұл реакцияны қою үшін агардың үстіне дифтериялық антитоксикалық сарысуға қаныққан фильтр қағазын қоямыз да, екі жағынан науқастың зерттеу материалын көмейден, мысалы, зерттеу материал шырышы алып, сеу арқылы жасаймыз. Егер реакция оң болатын болса, антитоксикалық сарысумен науқастың таза дақылынан бөлінген токсин екеуінің ортасында преципитациялық мұртша пайда болады. Келесі реакция комплемент байланыстыру реакциясы. Комплемент бұл адам ағзасында инфекцияға қарсы түзілетін ақуыздар жиынтығы болып табылады. Бұл реакцияны қою үшін біз науқастан қан сарысуын аламыз. Бұл серологиялық реакцияға жатады. Қан сарысуын алып, бұған арнайы спецификалық антиген қосамыз. Сонымен қатар теңіз шошқасынан алынған комплементті қосу арқылы бұл реакцияны қоямыз. Реакцияның нәтижесі дұрыс болу үшін науқастан алынған қан сарысуын алып, 80 градуста жарты сағатқа дейін қыздырамыз. Себебі инфекциялық үрдіс кезінде науқастың қан сарысуында комплементтер болуы мүмкін. Сондықтан реакция жалған оң болмас үшін осы науқастың қан сарысуындағы комплементті жойып аламыз. Егер реакция оң болатын болса, антиген, антидене және комплемент үшеуі қосылып, біздің пробирканың түбінде комплекс түзіледі. Бұл реакция 3 пробиркада қойылады. 3 пробирканың біреуі тәжірибелік болады да, екеуі бақылау болады. Бақылау болған уақытта бұл реакцияның оң болғанын немесе теріс болғанын білу үшін, жаңа түзілген комплексті көруіміз үшін антиген мөлдір болады, антидене мөлдір, комплемент мөлдір түзілген біз комплексті көре алмаймыз. Сондықтан бұл реакция 2 этаптан тұрады. Екінші этапта біз жаңа қосылған антиген, антидене және комплементке гемолитикалық жүйе қосамыз. Гемолитикалық жүйе ол қойдың эритроцитінен және гемолитикалық қан сарысуынан тұрады. Егер бізде реакция оң болатын болса, жаңа түзілген комплекс бізде қызыл түске боялып,
тұнба, түйме сияқты тұнба түрінде болады. Ал екі бақылауда реакция үнемі теріс болады. Себебі біреуінде антиген қоспаймыз, екіншісіне антидене науқастың қан сарысуын қоспаймыз. Сондықтан біздегі гемолитикалық жүйедегі гемолитикалық комплемент бос қалады да, гемолитикалық жүйедегі гемолитикалық қан сарысуын белсендіріп, эритроциттерді гемолизге ұшыратады. Вот осындай реакция, серологиялық реакция бізде қазіргі таңда кеңінен қолданылады. Сол осы реакциялармен қатар иммундық ферменттік анализ реакциясы жиі қолданылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.